Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қаңтар уақиғасы Назарбаев әулетіне не болған? Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписка тетемелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкыңыз үшін қабаттылы қабырғасын сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Қаңтар уақиғасынан кейін Назарбаев әулеті қанша дүниесінен айырылды. 2022 жылы қаңтар уақиғасынан кейін Нұрсұлтан Назарбаев және оның отбасы мүшелері шамамен 30 жыл бойы құрған ықтималын айырылды. Бұрынғы президенттің жақындары жоғары лауазыммен табысты бизнесін және еркіндігін жоғалтты. Сонымен қатар активтерін қайтару туралы заң енгізілгеннен кейін Назарбаев әулеттің мемлекетке ақшасын, компания және жылжымайтын мүліктерін қайтаруға тура келді. Экс-президенттің үлкен қызы Дариға Назарбаева саяси және экономикалық ықпалын едәуір әлсіретті. 2022 жылдың 12 қаңтарында Назарбаева денсаулығына байланысты демалысқа шықты. Наурызда ол парламенттерді толықтай кетіп, саяси аренада белсенділігін тоқтатты. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.